Егер де сіз жалғыз болсаң, жігітің жоқ па, немесе қызың жоқ па, махаббат жоқ па, сүйіспеншілік жоқ па, онда осы техниканы жаса. Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, бұл техниканы тек қана полнолунияда жасауға болады. Полнолуние дегеніміз, яғни ай толады. Ай біздерде 8 ноябрь күні, 8 қараша күні толады. Сол күні таңертеңнен бастап түнгі 12-ге дейін аралығында, 12 аралығында жасауға болады. Ол үшін бізге азғантай су керек. Тек қана 3-ке бөліп ішкенде жететін мөлшерде су керек. Ол үшін сол қолымызға бірінші пустой стакан аламыз. Ішіне суын құймай тұрамыз бірінші. Пустой стакан аламыз да, осындай сол қолымызға ұстап тұрып, кранға барып, краннан су алып аламыз. Міне, мен краннан су алып алдым. Краннан су алғаннан кейін, осылай краннан су алып аласыз. Алғаннан кейін дұғаны бар ғой, 7 рет оқисыз. Дұғада атыңыз деген жерде атыңызды айтасыз. Содан кейін 3 рет 3 бөліп ішуіңіз керек. Мына мөлшердегі суды, мысалға, мен 3 рет бөліп ішемін қазір. Суды ішіп болғаннан кейін, міне мен ішіп болдым. Суды ішіп болғаннан кейін дұғаны тағы 1 рет оқисыз. Бұны әр айда, полнолунияда, ай толғанда жасауға болады. Тағы да ескертіп айтамын. Ай 8 ноябрь күні толады. Сол күні любой кезде, күндіз ба түнде ме жасай бересіз, түнгі 12-ге дейін. Одан кейін бұл техниканы әр айда жасап тұруға болады. Әркім өзіне жасау керек, біреу үшін жасауға болмайды. Эффекті жақсы көмектеседі. Егер сіздің сүйген қызыңыз, сүйгеніңіз немесе жігітіңіз болмайтын болса, сіздер міндетті түрде танысасыз. Немесе досыңыз болмаса, дос табасыз. Эффекті жақсы көмектеседі. Дұғаны әдеттегідей комментарияға бекітіп қоямын. Комментарияда атыңыз деген жерге атыңызды айтасыз. Түсінбей қалған жерлеріңізді комментариядан сұрауларыңызға болады. Тірі адаммын, міндетті түрде жауап беремін сіздерге. Осы видеоның алдында тағы бір жаңадан видео салдым. Ол да өте керемет, проблемадан құтылғыңыз келсе деген өте керемет техника болатын. Соны каналыма өтіп қарауларыңызға болады. Қателеріңізге жараса, мені қолдап лайк басып кетуді ұмытпаңыз, достар. Сәттілік, достар.